Film киностудиясы 1977 жыл. Лидия Смирнова мен Бекен Римова «Тел өскен ұл» фильмінде. Сценарийін жазғандар Валентин Чернев пен Сайын Мұратбеков. Фильмді қойған режиссер Шәріп Бейсенбаев, бас операторы Марат Дұғанов, бас суретшісі Виктор Леднев, композиторы Бычков, дыбыс операторы Шуршаков, режиссері Астахова. СССР кинематография комитетінің мемлекеттік симфониялық оркестрі, дирижері Нерсисян, фильмнің директоры Ледев. Рөлдерде Гришко, Воинов, Горовец, Жакишев, Германова, Меньшикова, Иванова, Борамбаев, Өтекешева, Жабаев, Асылбеков, Нүсіпжанов, Васильев, Лебедев, Мырзаева, Корольков, Миша Аранышев, Аширбекова. Под ветром рябину клонила у пыльной дороги села. Мать сына для мира скормила, а сына война увела. Растаяла в дымке пехота, с которой ушел ее сын, и словно ждала мать чего-то, глядела в далекую синь. Совсем молодым он остался на той, на великой войне. Чем годы проносятся дальше, тем ждать все трудней и больней. Но мама, как прежде, выходит и смотрит в далекую синь. Что ж ты задержался в походе, домой не торопишься, сын? Давно уж другие рябины у сельской дороги стоят, невесты, мамы другие, других провожают солдат. Но мать вместе с ними выходит и смотрит в далекую синь. Еще до сих пор из похода домой не пришел ее сын. Мұның баласы екен, кім бар көріп келіп? Нұрхан ба мынаны баласы? Ендеші не келмейді? Келе алмаған себебін айтып жазыпты ғой. Шіркін-ай, табыла қойған мұпың-ай. Қатындар, бұл не жиналыс күн тәртібінде не мәселе? Мына Дуня апайдың баласы табылыпты. Қойшы! Қайдан білесің, мүмкін басқа біреу шығарды. Сұқылдамай қойшы, бөтен біреу ақша жіберміші ме? Ақшасын қайтып өзіне еді? Аманшылық болса келеді де, жағдайын айтып міне хат жазыпты. Аузыңнан жақсы сөз шықпайды-ау сенің. Осының ақ баласы болсын, жарайды. Ой, маскүнем еме. Әй, бар үйіңе. Маған бір жарты берші. Эх, Степаныч, жоғалғаны табылып, қуанып тұрған адамға құтты болсын демей ме екен? Қарай көр. Көр. Әкесінен аумай қалды. Иә. Қалышке сенің ағаңа Жағын қарысқыр Ефросины сенің балаң емес дейді. Соны қайдесің тыңдап. Ауызға келген айта береді. Қарашы мені. Жуу керек бір жартылықпен. Әрине, кетем. Ертеңнен қалмаймын. Вероника, мен енді оларға сыйлық апаруым керек. Өзімде жөнделіп киінуім керек. Ертең сені орталыққа апарып, қатырып киіндірем. Әдемі жігіт екен.
көзі қандай үлкен, саған тартыпты. Жынды қыз. Ал дене бітімі Федор Ақсаққа келеді деп. Қойшар, ол кәрі ғой. Сенің балаң нешеге келді? 40-та. 2 жылдан кейін 40-қа толады. Тағы келді. İşi ver. Қой ішпеймін, ертең жол жүрім. Oo. Өзім іш. Endişe жолың болсын. Sizge ne oldu? Жүрегіңіз бе? Ештеңе етпейді. Қазір басылады. Евдокия Михайловна Филиппова. Сізді балаңыз аэровокзалдан шыға беріс есікте күтіп тұр. Қайталаймын. Евдокия Михайловна Филиппова. Маған айтқан сияқты ма? Сізді балаңыз аэровокзалдан... Шығатын есігі қай жақта? Жүріңіз, мен сізді ертіп барайын. Ой, балам-ау, Сережа, сен бісің? Жоғалғаным табылды. Құдайым-ай, ризамын, арманым жоқ. Мына бесін заттары. Қалай тұрасыңдар? Тұрмыстарың жақсы ма? Biz birge turamız. Мейлі ғой, үйді өздерің салып алдыңдар ма? Жоқ, совхоздық, Оларың жақсы екен. Ал мына машина сенікі ме, әлде бәрің ортақ? Совхоздың машинасы.
Kele жатыр. Kele жатыр, әже. Oğlum da sen, kızım da sen. Ауыра қалсам басымды сүйейтін кім бар? Көзінің тірісінде сені еш қайда жібермеймін. Әке, сізге не болған? Кетет дегенді қайдан шығарып тұрсыз? Қайта құдағиыңыздың келгеніне қуанбайсыз ба? Одан да алдынан шығып қарсы алыңыз. Шешем сізді қарсы алғалы келе жатыр. Барыңыз. Барыңыз, барыңыз. Сергейім сізге ұқсайды екен. Аумайды. Әрине ұқсайды. Ұқсайды. Балам ғой. Балаңыз екен рас. Жақсы азамат боп өсті. Рахмет. Өмір бойы қарыздармын сізге. Жүрміз. Ол өтелмейтін борыш. Мына кісілер ең жақын ағайын туғандарыңыз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мына кісі біздің құдамыз, Сергейдің қайнатасы. Мына бала келініңіз Сергейдің әйелі. Қызым, қуанышым, жасыңыз ақ болсын. Ой, жүрегім жаман ет, қорқам. Сабыр етіңіз. Дұрыс айтасыз, құдағи. Дәл бүгін сізден асқан бақытты адам жоқ. Қуаныш сіздікі. Сіз енді демалыңыз. Сәлима, ас суыңды тездет балам. Сережа! Қазір келеді. Келемі? Келеді. Мынау сіздің бөлмеңіз. Шаршап келдіңіз, тынығыңыз. Мен бір айналып соғам. Жақсы, рахмет. Ең үлкенім Айтас, тракторшылар бригадысының бригадирі, еңбек озаты. Оның әйелі сауыншы боп істейді. Онан кейінгі Байтас Шопан қазір жайлауда. Ол еңбек озаты. Ал көкіш, оны өзің біле жатарсың. Төкөшім архитектор. Қандай екен айта алмайым. Әлі еңбегінің жемісін көрген жоқпыз. Ал Сергей зоотехник. Жана мақтаулы маман. Сонда ол институт бітірді ме? Иә. Дұрыс-ақ. Бұйырса совхозға директор болама деп отырмыз. Қойшы. Жоғарғы жақтағылар келсе ме? Келіспей қайда барады. Ал келінді әлгінде өзің көрдің. Апа, дастарқан дайын болды. Сізге арнап алып ем. Рахмет. Қандай әдемі. Игілігіңе жабыл. Охо! Сәлематсыз ба? Амансың ба, Сапаржан?
Bärekeldi. Yesensizler mi? Salametsiz be, hoş gelipsiz. Bu elgi Çopanılım Baytas. Jeylewden gelgen beti, otura kal. Assalamu alaikum aksakal. Aleykümselam. Sen de menin ajembisin, ha? Ya ajengmin. Men alıstan gelgen ajengmin. Mınanı qaraş. Ajem bolsaң jur, menin uykum geldi. Espolat ajengnin mazasını alma, jol jürüp şarşap geldi. Jaraydı aje, mazalamayım. Jüre qoy qaraşığım. Jüre qoy aynalıp keteyim, seni uyuqtatayın. Ana oyunçuk eşkinin sekirgeni Hani kızı. birev gelemedeki nesresi. Karaş. Aje, ertegi aytçı. Men ertegi tыңdaганды өтө жакшы көрөмүн. Ертегі? Тыңдай ғой онда. Ертеде. Енді қайттым. Ертегі білмеймін. Неге білмейсің, әжелердің бәрі білет. Мен ертегі айтпағалы қашан. Сен неғып ұйықтамай жатырсың? Мұны мен өзім ұйықтатайын. Сізді Сергей күтіп отыр. Жақсы. Қаны, тез ұйықтап ала. Ертегі тыңдағым келет. Taptım av seni. Mama. Отырыңыз. Salima, Жақсы ұйықтаңыздар. dem alыңыздар. Күйеуің соғыстан аман келген болар. Байқауымша кейінгі екі балаң Төкеш пен әлгі... Көкеш. Көкеш екеуі соғыстан кейін туған секілді. Iya. Әкелері соғыстан жараланып келді. 5 жылдан кейін қайтыс болды. Өзгі еуіңше. Соғыста өлді ме? Әй, несін айтасың? Барған бойда құртты. Бар жоғы бірақ хат алды. Соңынан қара қағаз келді. Сережаның 3-ке толар-толмас кезет жылап-сықтап екеуміз ғана қалдық. Бір күні жау жақындап қалды деп, колхоздың малын ішке қарай айдау керек болды. Түйттей баламен қайда барам? Сережаны қайын сіңліммен шығысқа жібердім. Бәрі түгел кетті. Біз қалдық. Сен мені 5-еуін адам қылдың. Ал мен болсам... Әбден қиналған боларсың. Қиналдым. Кім көң айтыды дейсің?
Balamdı qalay aldın? Soны aytчы. Біздің ауылға 27 бала алып келді. Әрқайсымыз бөліп алдық. Серке маған дейді. Көргенде адам аяйтындай, жүдеу, арық болады. Туғаннан нәзік болды. Ешкінің сүтін беріп бақтым. Көбінің ата-анасы табылды. Мен іздедім, тек жүргем жоқ. Қолды іздеумен, күйеуді күтумен, жас өмірім өтті де кетті. Немерелеріңмен бірге бол десек келісер ме екен? Кім біледі? Егер келіспесе, сен де кетесің бе? Қайда? Сендерсіз қайда барам? Кететін болсақ бәріміз түгел кетеміз. Екеулеп үгіттеп көрейік. Мен жоңлап болдым! Мінекей, бізде болдық ендеше. Осылардың бәрі өзіңнің немерелерің бе? Жоқ, көршілеріміздің де балалары бар. Анау құмда отырғандар мен трактордың үстіндегілері көршілеріміздің балалары. Қалғандары өз немерелерім. Тіпті бай екенсің, Рәбиға. Құдайға шүкір. Әже, Евдокимге қалыңдар. Сіздерді балаларымен бірге суретке түсіріп алайын. Онда біз дұрыстап киініп келейік. Жүр, Евдокия. Сен дені балайық. Жүр. Қалай? Жараса ма? Айтма, жарасқанда қандай. Қазір суретке түсеміз. Сен мына жерге, ал сен әжең алдын отыр. Тағы бір рет. Апа, көкеші бапты. Трактордан түспейді. Фермаға трактор керек деп Сергей сұратыпты. Жай сұратыпты. Өшір қараңды. Жұрт көзіне көрінбе. Көргенсіз. Евдокия, Сергейге барасың ба? Барам. Кел онда, отыр. Кейін тоқтата алмай пәлеге қалып жүрмейміз бе? Қорықпа. Трактор деген мына бізден қалған.
Буга не үшін келгендеріңді білесіңдер ме өздерің? Онда кетіңдер. Бұл мамандық ұнамаса, босқа өре болып несіне жүрсіңдер? Бірдеңеге ренжіген сияқты. Студенттермен бірге болып жүріп. Шамасы студент жалқау болу керек. Ят емес бе? Соған ұрысып жатыр. Ұрысқан нес? Өте арындайды. Байтасаға кетсін. Бұлардан пайда шамалы. Барып тамақтарын ішсін. Не қылған адамдар? Көкеш қайда? Мен соған айтып жіберуім ғой. Ол ауырып қалды балам. Түсінікті. Біздің шаруашылығымыз қалай екен? Бай шаруашылық. Біз де мал шаруашылығын қолға алып жатырмыз. Сен өзің мал емдейсің бе? Емдемеймін. Біз Байтасақ екеуміздің бір тәжірибе жұмысымыз бар еді. Екеу жаңа қой тұқымын өсіреміз деп әлекке түсіп жүр. Әзірге болмай тұр. Болады, асықпау керек. Иә. Жүріңіздер. Кеттік. Қандай жақсы мамандық. Бізге зоотехник өте қажет. Жоқ, сен мені түсінбедің. Неге түсінбейін? Түсінгенде қандай? Мама. Мұныңыз қалай, шешей? Осындай ауру жүрекпен таулы жерге не іздеп келдіңіз? Баламды іздеп келдім. Ендеше балаңызды алыңыз да тезірек еліңізге қайтыңыз. Жатыңыз, қозғалмаңыз. Әзірге тыпыретпей жату керек. Амал жоқ, біраз емделуге тура келеді. Бірер жетіден кейін билеп кетесіз. Кардиамин беріңіз. Жүрек әлсіз, жасы келген. Жағдай ауыр. Тек күтіну керек. Россияның жазығынан таулы жерге келу деген оңай тимейді. Өте қауіпті екенін қалай білмейсіздер? Ол кісінің денсаулығына бұл жер қолайсыз бола ма? Жасыл қойған адамға жер өзгерту деген қиын-ау. Қол жуайын. Мына жақта. Жарайды. Балаларды дәріге жіберейін. Біраз жататын болдың, мама. Жалғызым менің. Сережа. Мені үйге қайтар. Үйге барған соң жазылып кетермін. Сендерді әуреге салдым ғой. Сен енді бұрынғыдай жалғыз емессің. Мен бармын. Біз бармыз. Міне келінің, немерелерің. Төрт көздерің түгел. Сендерді әдейі ақылдасқалы шақырдым. Евдокей қанды мұнда қалуға болмайды. Дәргерлердің не айтқан осы отырған бәрін де білесіңдер. Сондықтан ол үйіне қайтуы керек. Адам ең әуелі кіндік қаны тамған туған топырағына қарыздар. Содан кейінгі қасиетті борыш. Ақ сүтін берген ананың борышы. Бар ұлым, борышыңды өте.
Біздің алдымызда қарыздар емессің. Құдайға шүкір, азамат боп өстің. Қайда тұратыныңды өзің ойланып, өзің шешіп балам. Қалауың білсін. Апа, менің бір сөзім бар еді. Қазір айтпақ сөзіңді оңашада күйеуің айтқаның жөн болар қарағым. Әйелің мен балаларың әзірге осында қала тұрсын. Анаңды қадірле. Ол осы қуанышқа зорға жетті ғой. Ал мені уайымдама. Жалғыз емеспін. Балалар бар. Бәрінен Евдокияның жағдайы өте ауыр болып тұр. Оны түсінбесек кім болғанымыз? Сағандай төмес берген. Әй, Рабиға, жалғыз қызымның күйеуін туған баламнан кем көрмейм. Тас түскен жеріне ауыр деген рас екен. Мен де өз ойымды айтсам ба дейм. Айтқанда қандай айталасың, балаңа оң сапар тілеп, ақ батаңды беріп шығарып саласың. Ал қай жақты қалап, қайда тұратындарын жастардың өздері шешсін. Ол жағына біз араласпайық. Сенімен бірге сапар барады. Дем алып қайтсын. Жаздай жұмыс істеп шаршап жүр. Құдай-ау, Евдокия келіп қалғанда Қайсындағылар кім болды екен? баласына кетіп еді. Сол болар. Құдықтан арғы бірінші біздің үй. Сол жерге бара бер. Түсіңдер. Енді жаяу барамыз. Шырт. Көрсін баламның келгенін. Киіп алсашы, ки. Сәлематсыздар ма? Апалы сіңлі Тихомировалар, Клавдия мен Фёкла. Hoş geldiniz Dunya apay. Амансың ба, балам? Бұл Миша деген тентек. Әскерден жуырда ғана келді. Сәлематсыз ба, Дуня апай? Сәлемат ба? Балаңызбен келдіңіз бе? Жақсы болған екен. Таныс қой, Вероника дүкенші болып істейді. Көрдің бе? Сергей. Вероника. Сапар. Бұл да менің балам. Үйге кел, қонаққа. Жарайды, келем. Жоқ, ол емес. Біздің үй ана отырған. Мінекейіңіз. Рахмет. Сау болыңыз. Ал балалар, үйге кіріңдер. Әкеліңіз, мен апарайын. Бер жүр Сапар. Сережа, сен үйге кір. Батсыздар ма? Сережа, басқарма келді. Филиппов Иван Петрович. Мирамов Сергей Мирамович. Фамилиясын сақтамапты. Менің фамилиямды олар қайдан білсін? Бірақ солай екен ау. Дегенмен бір әбестік жібердің. Туған жеріне келген адам басшыларға сәлем бермей ме екен? Евдокия, сын берші. Мен басшыларға келгем жоқ. Шешеме келдім. Үйінің түрі мынау қора сияқты. Басшылар осыны көрмей жүрмекен. Мұның қалай жігітім, амандықты даудан бастаған. Үлкен басымен алыстан келді ғой деп саған сәлем беруге келдім.
Bir жола келдің бе, жоқ әлде? Көріп қайтуға демалысқа келдім. Дуня апай, үйге кірмей, не қып тығылып жүрсің? Еркектерден ұялам. Конфет әкелдім. Жақсы конфет. Сақтап жүрушем. Балаң үйленген бе? Үйленген. 5 баласы бар. Көп төу екен. Бәлкім баланың көбі де жақсы шығара. Солай ма? Ақымақсың ау, Вероника. Сені сорлататын сұлулығың. Сол жақсы жағдайға жесірдің де, жетінің де қолы жетуі керек. Әй, байқа, тым қатты кетпе. Жақтап сөйлегеннің де орны бар. Ағаш деген үйіне тиіп тұр. Өзі ғой жөндейік дегенде көнбеген. Өйткені саналы адам жағдайды түсінеді. Гап қайда жатыр, тағы не айтасың? Менің кімім тұрады онда? Жалғыз басты адамға жаң үйдің керегін ет. Ендігі жерде, Иван Петрович, әңгіме басқа. Үйді жөндейміз. Сонда, жағдайды түсінетін саналы адам жаман үйде тұру керек пе? Шешеңе шын жаның ашса, осы үйде қал. Бізге зоотехник бұлай қажет. Әйеліңде оқыған адам болар. Менің әйелім мектепте қазақ тіліне сабақ береді. Қазақ тіліне. Оқасы жоқ, үйренеді де ағылшын тілінен береді. Мына үйді жөндетеміз, ағаш керек болса жеткіземіз. Тек ағаш ұстасы жоқтың қасы. Табам деп айта алмайым. Өзіңіз дейсің. Көреміз. Первые записки, первые секреты, это только дружба, а любовь не это. Первые свидания, робкие букеты, это больше дружба, а любовь не это. Это больше дружба, а любовь не это. Қалай, ұрамыз ба? Қонақ қой, сөйлесіп көрейік. Слезы расставания, письма без ответа, может быть, любовью называют это. Горькие упреки, ссоры до рассвета. Это только ревность, но любовь не это. Это только ревность, но любовь не это. Нет, любовь не это, нет, любовь иное. В сердце гром весенний, крылья за спиною. Это жарче солнца, это выше счастья. Мне с такой любовью надо повстречаться. Мне с такой любовью надо повстречаться. Не дейді? Жындым өзі қонақпын, мені сыйлау керек, төбелескенше дос болалық деп қайдағы бірдеңін айтып басымды қатырды. Онда ұрамыз. Сендер мұны не қорғайсыңдар? Өйткені ол бізге туыс. Қайдағы туыс қысық көз қара бала. Бұл Сергей Филипптің інісі. Яғни бізге де... Жіберіңдер мені, жібер мені. Мен суға түс. Ұялмайсыңдар ма сендер, а? Мен саған. Сен не, шындан қалсың ба? Охо, қыс басына бір шапалақ. Не болды? Туфлимді жоғалтып алдым. Оқасы жоқ. Қыздың ұрғаны бізге майдай жағады. Шіреген, ештеңеге жарамайды. Жаң үй салған жең. Маған жаң үйдің қажет. Құдайға шүкір сен енді жалғыз емессің. Немерелерің бар, көңілге де айтар атқа жаң үй дұрыс. Несі бар? Жаңа үй саламыз онда. Соған әуре болмаш, керегі жоқ. Қаншама қаражат керек. Ақшаны өзім табам. Баспана деген басты нәрсе. Жақсы үй мен жақсы әйел, ер жігіттің көркі. Қане, мама, бізге бірдеңе дайындап жібер. Бара бер. Михалыч.
Саған өте өкпелімін, Михайлович. Әкемнің жалғыз бауырысың, неге шешеме көз қырын салмадың? Күнделікті күйбеңнен көп нәрсені ескере бермейтініміз рас. Сенің шешеңде тәкаппар, иілікпейді. Менікі сен келіп деген соң соншама жерден жаяу келіп отырмын. Оңай ғой деймісің, денсаулық болса жоқ. Түсінікті. Өзің кімге тартып кеткенсің? Шешеңнің бауырларынан аумайсың. Олар да шетінен сен сияқты басынан сөз асырмаушы. Сережа, көңіліңе алмай қой. Өзім сынып айтқаның ғой, үйге қонаққа кел. Ақырмай сен табылады деп кім ойлаған? Қандай жақсы болды. Жарайды, үй керек болса салып берем. Келістік. Ағаш келісімен сізге хабарлаймын. Қазір қаншаласыз? Біз ақысын жұмыс біткен соң қыламыз. Ал әзірге бір 4 сом болса, тоқта. Мыналар өтіп кетсін, олар мұндайды жақтырмайды. Ал кәрі тездетіңдер, тез, бол, жылдам, тездетіңдер, бол. Ал. Жігіттер, мен қазір келем. Бастықтармен келісетін бір тығыз шаруа боп қалды. Кеш жарық. Амансың ба, Вероника? Жағдайың қалай? Кеш жарық. Сережа. Пиязды суару керек. Кішкене дем алып ал. Шаршаған жоқпын. Қайта осындай жұмыстар жақсы, адам демалады. Деревняда ел байқұсқа жұмыс көп, балам. Еркексіз күн көру қиын. Қаладағылардікі рахат қой. От жақпайсың, отын тасымайсың, шөп шаппайсың. Тіпті еркексізде күн көруге болады. Содан кейін қой олардың оңай ажырасатыны. Балам-ау, жаңа үй салам дегенді қойсан қайтеді. Осы үйді жөндей сал. Енді қанша өмірім қалды дейсің. Ауырсын басаңдар, сендерге барып тұрайын. Азғын болса да немерелеріме қарайын. Қашан келем десеңде біз қарсы емеспіз. Бірақ ел қатарлы жақсы үйде тұруың керек. Сені соған жеткізуді борышым деп санайым. Сен маған қарыз емессің. Үй салу оңай ма? Бір қажетке жарар деп жинап терген ақшам бар еді. Қиналсаң, соны жұмса. Мен жалғыз емеспін ғой. 4 бірдей бауырым бар. Олардың өз бала шағасы бар. Бермеуі де мүмкін. Бөтеннің аты бөтен. Кейде өлі бірге туғаныңнан да ала алмайсың. Біз ондай емеспіз. Оларға жағдайды түсіндіріп хабарладым. Бері келші қарағым. Мені шақырдыңыз ба? Ендігімді. Отыр. Тоняға келдің бе? Соған келіп ем. Ертеңгісін күт деген. Ертеңгісі деп күн шыққан кезде айтады. Қазір шаңқай түс. Бәрі жұмыста. Әй балам, ай, жалқаусың. Тоня фермада. Деревнядан бұлай шықсаң, көпір көрінеді. Содан ары қарай жап-жақын. Небәрі 4 шақырым. Рахмет әже, мен кеттім онда. Тоқтай тұр. Тоня саған шын ұнай ма? Әлде ермек үшін бе? Достасып көреміз. Шынымды айтсам, ұнайды. Әлі армияға баруым керек.
Өтірік айтпайтын бала екенсің. Нағыз жігіт, жарайсың. Бара ғой. Сау болыңыз, әже. Сапар! Біздің деревняда қалсаңшы! Ойламайын. Тоняны сүйесің ғой! Колхоз екеуіңе үй салып берем! Махаббат деп осыны айт! Мен салқында болайын! Сапар! Кел, суға түс! Кел! Қорқырыз екен! Саған сонда су көрмегенде немен жатыр? Чекілсеңші! Бақытып сүгірейіп, тез! Қане біреуіміз көтеріп алайық, қыздар. Қыздар берекен. Ой, ауырын-ай, өзінің. Мұнда, байқап, жерге келмасын. Қане, қыздар, мұнда. Қане. Әбден өзі. Қане іш қой, қыздар. Не көреді соншама? Ұрмаңыз жасын. Міне. Лимон тұру керек. Қайсы қолынан қадыр лимон тұру керек. Рахат-ай. Ай, қуын қара шалдатты. Ой, мынау Серке ғой, тоқтат! Серке! Сапыр! Серке! Сапыр! Ай, бері келді. Қана! Саламатсыңдар ма? Сәлем! Сендерді бүгін күтпебек. Біз билетті бүгінгі ауыстырып алдық. Ертерек жеткеніміз дұрыс болар деді. Әрине жақсы болды. Сен қалай кеп қалдың? Үй салам дейсің, архитектор керек емес пе, а? Әсіресе сені күткен жоқ едім, көкеш. Жаңа туысқандарға өзіңнің кім екеніңді көрсетіп қайт деп апам мені әдейі жіберді. Әжемнің қолы ғой. Апамның денсаулығы жақсы ма? Шапқылап жүріп жатыр. Ауруға қол тимейді. Ертерек келгендерің жақсы болды. Міне мынау. Көршілердің үйін көріп шықсақ қайтеді. Мұнда кірейік. Жақсы салынған екен. Әсіресе ана үй. Рұқсат па кіруге? Кіріңіздер, қадірлі қонақтар, кіріңіздер. Жаңа үй салмақ едік, әуелі мына сіздің үйді көрсек дейміз. О, қонақтар кеп қапты ғой. Жеңіл болуыңызбен үй салайық деп ек. Соған әуелі сіздің үйдің ішкі құрылысын көрсек қайтеді. Қарсылық жоқ. Анечка, тездетіп дастархан жайып жібер. Жоғырлатыңыздар. Ал, жүріңдер. Рахмет. Сөйтіп үй саламыз деңдер. Өте орынды. Иә, сізбен көрші боламыз. Тәпті жақсы, қолдан келгенімізді аянбаймыз. Мен кете берсем қайтеді? Бар. Тоқта. Мә, ішіп ал, мұп-мұздай шөлін қанат. Әле, мұның күші бар ма? Жоқ, жай сусын ғой. Ой, аш екен. Ұнатпады. Жүзіп келем. Дем ал. Әйтпесе, шаш алып қаласың. Демалдым. Жағалауға дейін жүзіп шыға алам. Суда жүзгенде тынысты кең алу керек. Әйтпесе, шаш алып қалған кезде суға батып кетесің. Түсіндің бе? Қорықпай-ақ қой. Енді батпайым. Сенің ағаларыңның бәрі келді ме? Бәрі емес. Төкеш пен көкеш қана келді. Абайда. Жаңа үй саламыз. Онда мен барып сендерге көмектесем. Жарай ма? Бір түрлі ыңғайсыз да бар ене. Неге? Үлкен кісілер байқап қалса, ұят емес пе? Несі ұят? Әр түрлі жағдай бар. Мысалы, бізде бір қыздың
жігіті болған. Жұрттың бәрі екі қосылады деп жүргенде, жігіт басқа қызға үйленіп, қыз үй алғаннан кеттінді. Ұят болған екен. Мен де кетем. Әскерге барам. Сосын консерваторияға түсем. Композитор болғым келеді. Мұнда келмейсің бе? Келем. Жап жақсы үй болатын түрі бар, бірақ шатыры тым биік емес пе? Үйдің биік болғанынан зиян жоқ. Немерелері қонаққа келіп тұрады, туысқандары, сол жағын ескеруіміз керек. Жөн-ақ. Ал пеш неге жоқ? Пештің керегіне. Күзден бастап газ келеді екен. Көзді қойып көктемде келсе де жаман болмас еді. Пеш керек. От жанбаса береке жоқ. Немене, сонда менің күйеуім бар болғанына кінәлім бе? Жұмысты да жаман істемеймін. Алған медальдарым да бар. Монша салайық деп былтырдан бері ағаш сұрап жүрмін ғой. Осы деревнядағы ең нашары Евдокияның үйі. Қанша өмірі қалды дейсің? Өткен жылы 2 рет ауруханаға жатып шықты. Баласы үй салып берем деп жүр. Соңғы қуанышы болар байқұстың. Баласы ма, жоқ па? Ол әлі белгісіз. Баласымын. Саламатсыз, Иван Петрович. Сәлем. Саламатсыз ба, Ефросинья Ивановна? Есенсіз бе, Сергей Васильевич? Келесі жолы сенің өтінішіңді қалай да орындаймыз. Барш енді. Барш. Жарайды, асығатын не бар, күтеміз ғой. Сіз қиналатын ештеңе жоқ. Күтіп әуре болмайсыз. Ескі үйдің ағашын береміз. Бір емес 2 монша салып алуыңызға жетеді. Айда, күнде шомыласыз. Міне көрдің бе, сен сонша тарлып едің. Туыс болып қалуларың да мүмкін. Әне бірінісі сенің қызыңды жағалап жүр. Соғамыз десе де қорықпапты. Не жұмыспен келдің? Отыр, қане. Сау болыңыз, Иван Петрович. Сау бол, сау бол. Сау болыңыз, Сергей Васильевич. Келген себебім құрылысшы таба алмадым. Степаныч алдап кетті, уәдесінде тұрмады. Иә, ол сөйтеді. Тыңдап тұрмын. Әй, елім ғой. Бұрқылданбасаң басың ауыра ма? Қазір келем. Иә. Иә. Сенің шаруаңды қайтсақ екен. Қолы бос адам жоқ. Демалысын бітіп барады. Қиын. Бәлкім асар жасармыз. Ағайындарды жинайық. Деревняның жартысы біздің Филипповтар. Алдымен сенің Михаил шағаңнан бастаймыз. Бортты машина керек. Филипповтардан кім шофер? Степан. Дұрыс айтасың, Филиппов, Степан машина. Жай машинасы? О да керек. Адам таситында етіп жабдықталсын. Адам таситын етіп жабдықталсын. Бульдозер. Миша Филиппов. Миша. Филиппов Михаил. Бульдозер. Ал кранда кім бар? Костя ағай. Филиппов Константин кран. Экскаватор керек. Экскаватор? Экскаваторды кім бар? Еленаның күйеуі. Қайлана? Егор ағайдың қызышы. Солай деп жазамыз. Филиппов Николай экскаватор. Ал егер танк керек болса ше? Танк айдайтын кім бар? Мен. Ал, танкиз керек болса. Құдайым, ағайын туғандарымыз көп екен ғой. Үшкен келді достар, сайраңдап жүруші едік бізді. Ай, кім қайсың барсың? Амансың ба? Аманбысың. Міне келдім. Айтқан сөзімде тұрдым. Мен күте-күте шаршадым. Сәлем. Сәлем. Бригадың қайда? Бригадада төңкеріс болды. Ішпейтін адамдардың әдет емес пе? Ішетін ауыздықтайтын. Қуып жіберді мені. Мейлі. Степан уәде берсе, айтқан сөзінде тұрады. Үй тұрғызу деген маған сөз емес. Менде бала жоқ. Қубаспын. Жұрт соны түсінбейді.
Şerken sendey bir balam bolsa koy. Bularak düşmesem. Ay mundaga. Bastık kımay. Selam Lukiş. Selam Stepanç. Hep demişim. Bastık sen misin? Men arxitektorman. Arxitektor? Hı. Степаныч! Iştan köşe, üç köngülde dostlar, sayrandam jörüş edek bizler. Kayda varamız? Iştan köşe, üç köngülde dostlar, sayrandam jörüş edek bizler. Sende yat var mı yok mu? Onun gerek ne? Bir günü üstüm jürüp kula bölüsün. Kula bölüm degen bizde bolmaydı. Mas bolsağız deyip jürüp tau baladı. Adamga degen kamkorluk bizde jaksa. Sen adamsın be. Adamman! Soğus ardagermin! Sen soğusta üzdüğü başlık körgön joksun. Kolunda karuun, kasında maydanda şoldasların bastauшы komandirin boldu. Al men жалғыз kaldım, dünyada жалғыздықтан ötken kasret жоқ. Adamga ең ауыры жалғыздық. Zatım әйел bolsa da senen elde qayda maqta ekemin. Sen de ezdi de, erkekte de öldağanday qıp. Azamat degen attan ket. Sen meni ayağın gerek, biz maskegimiz, akopta birge jatkanbız. Ayamadın deşigen. Qanşama ret barımda uzuna tostum. Vasiliydi qosma özüne. Ol nağız azamat bolatın. Sen siyaқты it emes. Suyekке tаңба bolmay, bizden aulaq jür. Mama. Uykum gelmeydir. Manarada monşa var siyak dedi. Ya, soğuz kezinde örtenip gitti. Әкең моншадан шыға сала суға қойып кететін. Баспалдақтар өте тік болатын. Енді есіме түсті. Ағайындар, ағашты қай жерге түсірейін? Қабылдап алдым деп қол қойыңыз. Қазір тексеріп көрейік. Бәрі орнында. Қайдан білейін? Бәрі қанша? Ағаш санымен өлшенбейді, текше метрмен өлшенеді. Тоғыз. Бәрі дұрыс ма? Қай жерге түсірейін? Осы жерге түсір.
Dırıs o sarağa. Keyin tur. Өзің тіпті берсің ғой. Қайда жүріп үйрендің? Оның несін сұрайсың? Мен істемеген жұмыс жоқ. Сәлемәтсіздер ме? Сәлемәтсіз. Сәлемәтсіз бе? Менің көмегім керек жоқ па? Өзіміз де жетеміз. Айтпақшы, азық-түлік керек екен ғой бізге. Иә, дұрыс. Рахмет. Міне, тізім. Мұның бәрін қалай жалғыз әкелем? Көмектесетін адам жоқ па? Аға, мен бармын ғой. Міне ақша. Орықпа, ақымақ емеспін. Сапар, ағаларыңа ұнадың ба? Қандай? Әкел, мен апарайын. Столға стакандар қой. Сәл былайырақ бұрын. Мұның арты не болады сөйтіп? Махаббат болады. Махаббаттан сен не түсінесің, шөп желке? Түсінбесім, сен айтып түсіндір. Мен енді кішкене емеспін. Ал сені осы уақытқа дейін махаббат жайлы ештеңе де айтқан емессің. Жігіт алдында өзімді қалай ұстауым керек? Айтшы. Қатал бол. Қалай, ұрыссайын ба сонда? Ұрыспа. Сөйлес дұрыстап, бірақ қолына ерік беруші болма. Неге? Жігітке ерік бер дегенше, Құдай атты де. Ондайға жібермеймін, қорықпа. Ол кетіп қалса қайтесің? Хат жазып тұрамыз. Басқа біреу тауып алсашы. Мейлі қайтем. Шыдармын, азабын тартармын. Шынымды айтсам, ол жоқ жерде жалғыз қалатын сияқтым. Бәлкім, осында қалып аудандағы ПТУ-ға оқуға түсер. Жоқ, әскерге кеді. Келген соң институтқа түсер. Жолдастар, мен бұл тосты біздің ұлы отанымыз үшін, бауырластығымыз үшін көтергім келеді. Ел басына күн туған соғыс жылдары сол қасиетті бауырластықтың арқасында біздің Сергей аман қалды. Үлкен азамат боп, бүгін міне біздің ортамызда отыр. Бұл еліміздің, халықтардың ұлы достығының айнымас белгісі деп білеміз. Менің айтпағым, егер жазатайым ел басына күн туа қалса, біз қашанда біргеміз. Дәл осы отырғанымыздай бірге боламыз. Үйің құтты болсын. Игілігін көр. Дастархан басына жүр, Степаныч. Жоқ, бір ағаш көтерісуге де жарамадым. Кетем бұл жерден. Байғұсау, кеткеніңіз? Бөтен жерде бәлкім түзелермін. Осы жерде түзелсең, саған біреу қой деді ме? Жоқ, кетем.
Артық кеткендей жерім болса кешір. Ай, қайран көршім-ай. Жүріп әтеште ұстап алдым тауықта, күйеуімді ұйықтатып кеттіңіз деп сауықта. Лай, 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 лай. Көп биеге мінгесіп, құдалары жетіпті. Құдай ұрып күйеуді үйден ұтып кетіпті. Лай, 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 лай. Сұлумын деп мақтанба, көргім сендей талайды. Мақтан сүйгіш жігіттер тек күлуге жарайды. Лай, 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 лай. Сонша не болды саған? Ентігіп қалдым. Міне көріндік үйіңе. Өзім тоқыдым. Кемшілігі көп асығыс болды. Ой, айналайын. Көп жаса, Құдай тілеуіңді берсін. Рахмет. Дастарханға бар. Евдокия, маған ренжіп жүрген жоқсың ба? Түу, соны да сөз деп бар. Барсаңшы. Мазаң болмай тұр ғой. Жоқ. Қазір бар. Қызыл түлкі орманнан соғып алды жігітім. Жарасады бойыма, жаға қылсам түбітін. Лай, 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 лай. Мама. Не болды? Жүрегіңді тағы? Ештеңе етпейді. Қазір басылады. Дәрігер шақырайын ба? Жоқ, Сережа, бірге отырайықшы. Әңгімелесіп отыра алмадық та. Жұмыс деп әйтеуір. Қол тимеді. Көзің қара. Әкесінің көзінен айнымайды. Дегенмен дәрігер шақырайын. Тоқтай тұр. Бұлай. Шешеңе бар. Ренжіт бұны. Әйеліңмен, бауырларыңмен тату бол. Егер мен өлсем... Сөзімді бөлме. Мен өлгенде ешкімде жыламасын. Бейтіме кеп тұрсаңдар аруағы мырза. Ұмытып кетсеңдер. Іздеусіз қалам. Құмалап. Әр іздеп келгендерің бір өмір. Сен келесің, туыстарымның балалары келеді. Немерелерім. Содан кейін шөберелерім. Мен өлмеймін. Іздері жоқ адам ғана өледі. Дәрігер керек. Сапар, дәрігерге жүгір. Мама.
Мен өлгенде ешкім де жыламасын. Бейтіме кеп тұрсаңдар аруағы мырза, ұмытып кетсеңдер, іздеусіз қалам, комалап. Фильмнің соңы.